Республика мерекесі құтты болсын деп жақсы сөзден бастайын десең, осы мерекенің көркін құртып тұрған бір былық шықты. Ол былық мына логотип. Елестетіп көріңіздерші, кішкентай қара бөлмеде кішкентай қара Қытай баласы логотип жасап отырып, оны $3 сатам деп үміттеніп отқан кезде, Қазақстан сияқты үлкен мемлекет оны үлкен деңгейде, ресми деңгейде қолданып отырғаны қалай болады? Сонда үкіметтің дизайнерлері халықтың қазынасынан айлық алып отырып, жылына бір логотип жасауға жарымады ма? Әлде ұятсыз үкімет дизайнерына тапсырма берген кезде ол басын қатырғысы келмей сток сайттарынан сатып ала салып жібере салды ма? Ковид басталған кезде бүкіл Қазақстан көшелерінде, баннерлерінде Филиппин қыздының суретін сток сайтынан, дәл сол сток сайтынан сатып алып, біраз ұятқа қалғандары сабақ болмады ма? Бізде қай мереке болсын, тәуелсіздік күні болсын, рәміздер күні болсын, Конституция күні болсын, сол баяғы рәміздерді қоя салады. Негізі бір ереже болу керек қой. Сол мерекені сипаттайтын арнайы символдарды ұйымдастыру керек. Мен сәулет өнері дизайнер болсам да, осыдан дұрыс етіп жасай алам. Бірақ мен жасамайым. Неге? Өйткені бұны графикалық дизайнерлер жасау керек. Негізі әр жұмысты өз ісінің маманы жасау керек. Бір әкімнің немересі суретті жақсы салады екен, бала мына логотипті салып бере салшы деген болмайды. Бұндай жерде конкурс ұйымдастыру керек. Жақсы мысал керек болса, мына Үндістанда конкурстың арқасында республика күніне арналған жұмыстарды қараңыздаршы. Мемлекеттік деңгейде ұятқа қалдыратын заттарды жасауды қашан қоямыз ағайын?